Оқушылар, бүгінгі тақырыбымыз шардың көлемі, яғни теорема. Шардың көлемі бетінің ауданы мен радиусы көбейтіндісінің 3/1 бөлігіне тең. Яғни көлем тең болады 3/1 s тап көбейтілген h дейді. S көбейтілген h немесе v тең болады 3/4 көбейтілген pi r куб дейді. Мұнда s дегеніміз шар бетінің ауданы болады. Бұл s-ның формуласы сіздерге баяғыдан белгілі. S тең болады 4pi r квадрат. Сіздерге бұрыннан белгілі. Келесі. Радиусы r тең болады 6 см болатын шар бетінің ауданын тап дейді. Яғни сіздерге қазір осындай мысал көрсетіп тұрмын, иә? Так. Бұл жерден. Яғни осы мысал шығаратын болсақ, мана айттық біз. Көлем тең болады 3/4 pi r куб дедік. Бізде радиус болғаны ол мынау үлкен радиус бізде. Үлкен r деп белгілеуге болады. Енді формулаға сала қоямыз. Бізде радиус белгілі болғаннан кейін барлығын тауып болады. 3 көбейтілген pi көбейтілген r дегеніміз ол 6-ға тең болып тұр. 6-ның 3 дәрежесі болады. Сонда ол тең болады 4 көбейтілген 6-ның 3 дәрежесі бөлінген 3 көбейтілген пи болып тұр. Біз пиді 3/14-ке айналдырып қажет жоқ болды. 6-ның 3 дәрежесі ол 216, 216-ны 3-ке бөлсем 72 болады. 72-ні 4-ке бөлсем сонда 288 пи болып тұр. Бірінші мысал сіздерге түсінікті. Келесі. Екінші мысал. Жазықтық шарды дейді. Центрінен 2 см қашықтықта қия дейді. Жазықтықпен қиып өткен қиманың ауданы 16 пи см квадрат дейді. Шардың көлемін тап дейді. Яғни былайына есеп болып тұр. Бізде шар беріледі. Немесе былай салайықшы. Жерден шар дейік. Шар беріледі. Осы шарды центрінің 2 см қашықтықта жазықтық қию дейді. Яғни біз диаметр бар, диагонал бар. Шардың диаметрін былай белгілейік. Центрі 10 нүктесі болсын. Осының центрінен 2 см қашықтықта дейді. Мына жерде 2 см қашықтық болды. Былайынан жазықтық қию дейді. Жазықтық қию өтті. Енді мына арашты бізде 2-ке тең болып тұр. Мынау O1 дейік, мынау A дейік, мынау B болсын. Сонда жазықтық қиып өткен қиманың ауданы 16 пи см квадрат болды. Яғни мына жерден бізде ол дөңгелек болады ғой, қима. Сол қиманың ауданы қанша дейді? S қима о тең болады 16-ға тең болды. 16 пи см квадратқа тең болды. Олай болса біздегі ол қима дегеніміз дөңгелек болады. Дөңгелектің ауданы бізде S тең болады пи r квадрат болады. Осыдан r тауып аламыз олды. Сонда пи r квадрат бұдан о тең болып тұр 16 пиге болып тұр. Сонда пи менен пи қысқарып кетеді. Сонда r квадрат тең болады 16-ға болады да r тең болады 4-ке болып тұр. Яғни оң сан минус 4-ті алмаймыз. Сонда мына қиманың радиусы бізде ол 4-ке тең болып тұр. Яғни 2 былайынан 2 см болады, яғни былайынан 4 см болатын болса, онда ол бізде үлкен шардың радиусын тауып өткізеді. Біз үлкен шардың көлемін тауып өткізеді. Сондықтан біз үлкен шардың радиусы мынау болады бізде. Яғни дәлірістетін болсақ. Мынау үлкен шардың радиусы. Яғни бізде ол тікбұрышты үшбұрыш болады. Мынандай мына жер 2-ке тең, мына жер 4-ке тең болып тұр. Мынау қанша деп сұрақ қойып тұрық қой сонда. Сонда үлкен шардың радиусын r деп белгілейтін болсақ, r тең болып тұр 2-ның квадраты Пифагор теоремасы бойынша 4-дің квадраты болады. Ол тең болады 16 20 болады. Бұл жерде үлкен r-дің квадраты болады. Сонда r тең болып тұр түбір астында 20 болады.
ол тең болады түбір астында 4-тен 5-тен көбейтіліс деп алсақ, онда ол 2 түбір астында 5-ке тең болады. Сонда үлкен шардың көлемі ол тең болып тұр неге? Көлем тең болады, мана формула саламыз, 3-тен 4 пи r кубтерге ол тең болады. 3-тен 4-ті жазып қоямыз, көбейтілген пиді жазып қоямыз. Көбейтілген пи дейміз, көбейтілген r куб дейді. Яғни мына 2 түбір астында 5-тің кубы. Ол тең болады. 3-тен 4 көбейтілген 2-нің кубы ол бізде 8 болады. Түбір астында 5-тің кубы ол 5 түбір астында 5 болады. Сонда ол тең болады. 8 жердегі 4-ім 32-ні 5-ке көбейтсем 160 болады. 160 түбір астында 5 бөлінген 3. Сонда жауап көлем тең болып тұр неге? 160 түбір астында 5 бөлінген 3-ке тең болып тұр. Түсінікті деп ойлаймын. Келесі. Енді бізге оқушылар сіздерге бүгінгі осы тақырыптар бойынша шардың радиусы 9 см болса, шардың бетінің ауданы көлемін есептеңіз. Мына бірінші есепке ұқсас. Екінші шардың центрінен жоғарғы бөлігінің радиусы 9 см және 12 болатын, радиустар 9 және 12 болатын 2 параллель қима жүргізілген дейді. Екі жазықтың арақашықтығы 3 см деген болса дейді, онда шардың көлемін тап дейді. Манағыдай тек бізде қиманың радиустарын тауып болып келеміз, содан кейін үлкен шардың радиусын табылатын боламыз. Сол есеп шығарамыз. Сәл тек менде екінші мысалда бір жастық өтсе, мында сіздерде 2 жастық болады. Соны көз алдарыңызға елестетіп суретін салып шығарыңыздар. Келесі, берілген сурет бойынша есеп шартын жазып, шардың көлемін тап дейді. Жауабын 100-ке дейін жуықтайды. Мұнда сіздерде есеп мынадай. Шардың центрі мұнда 10 нүктесі, 10 нүктесінен центрден 12 см қашықтықта АБС үшбұрыш жазықтық өткен. АБС үшбұрышының қабырғалары 6, 8, 10 болып тұр. Яғни ол қандай үшбұрыш екенін сіздер өздеріңіздер біліп отырсыздар. Енді шардың көлемін тап дейді. Сіздер шама ойланып шығаруларыңызға тура келеді. Яғни мына жердегі центрі қай нүктеге келіп түсетінін өздеріңіз нақты ойланып табу керексіздер. Жақсы балдар. Үшінші есепті шығара алған оқушылар шығарулары болады. Барлығына бірдей үшінші есепті міндеттемеймін балдар.